Бүгін сен екі таңбалы сандарды ауызша қосу және азайтуды білетін боласың. Суретке қара. Сен неше қарындаш көріп тұрсың? Дұрыс, 45. 45 қарындашқа 9 қарындашты қосу керек. Қалай қоссақ болады? 45 санында 4 ондық және 5 бірлік бар. 9 санында 9 бірлік бар. Есіңде сақта. Ондықтарды ондықтарға, ал бірліктерді бірліктерге қосады. Бірліктерді қосамыз. 5 қарындашты қорапқа саламыз. Қорапта 10 қарындаш болу үшін тағы неше қарындаш саламыз? Дұрыс. Тағы 5 қарындаш саламыз. Қораптарда барлығы неше қарындаш болды? Дұрыс. 5 қорапта 50 қарындаш. Бізде тағы 4 қарындаш қалды. Осы қарындаштарды қалғандарына қосайық. Неше қарындаш шықты? Дұрыс. 54. 45-ке 9-ды қалай қостық? Көрейік. 9 бұл 5 және 4. 45-ке 5-ті қосып, және қалған 4-ті қостық. 45 қосу 5 тең 50 және қосу 4 тең болады 54. Кері амалды орындайық. 54 азайту 9. 9 санын қандай қосылғыштарға жіктеуге болады? Бірінші қосылғышқа қосқанда дөңгелек сан шығу үшін? Дұрыс. 4 және 5-ке. Қорапта неше қарындаш қалды? Дұрыс. 50. Біз 4-ті азайттық. Негізі 9-ды азайтуымыз керек. Енді неше қарындашты азайтамыз? Дұрыс. Тағы 5 қарындашты азайтамыз. Біз 54-тен 9-ды қалай азайттық? Назар аудар. 54-тен 4-ті азайттық. 50 шықты және 5-ті азайттық. 45 шықты.